Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансая. Бүгін ұн қуырдақ деген тамақ жасаймыз. Ең алдымен етті майдалап турап қуыратын боламыз. Қуырып болған соң пиязын салып, тұзын салып, тағы бір 5 минут қуырамыз. Ол қуырып болғаннан кейін суын құйып, астын баяу отқа қойып, жарты сағат, 1 сағатқа бұқтырамыз. Етіміз піскенше нанын илеп аламыз. Жұмыртқа қосып, жылы сумен нанын илеп, жайып, 4-ке бөліп, духовканың противін қатты қыздырып, соған қақтап аламыз. Сонда нанымыз жақсы езілмей әдемі болып шығады. Одан кейін кеспе қылып кесіп, дайындап алатын боламыз. Ерекшелігі осыда. Етіміз қайнап болғаннан кейін картошкасын сақтап турап, салып, бір бұқтырып аламыз 2-3 минутта. Одан соң перецімізді, сәбізімізді барлығын қосып, үстінен қамырын саламыз. Қамырын салғаннан кейін астын ең баяу отқа қоямыз да 10-15 минутқа бұқтыруға жібереміз. Бетін жауып қойып бұқтырамыз. Осы аралықта бетін ашпайсыздар. Менде 10 минут өтті. 10 минуттан кейін бетін ашып қарадым. Осылайынан наным жақсы болып пісіп қалған. Оны бір араластырып, тағы 5 минутқа қойып қойдым. 5 минуттан кейін толықтай араластырып, ұсына берсеңіздер болады. Сіздерде осындай әдемі құрғақ кеспе шығады. Ұн қуырдақ деп аталады. Моңғол халқының тағамдарының бірі. Өте ерекше, өйткені қамырын қақтап алып пісіргеннен кейін қамыр езілмей сондай керемет бір қуырдақтың дәмін беріп тұрады екен. Міндетті түрде жасап, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.